Саламатсыздарма көрермендер. Нөмір 1 бейнебаян сабағы. Бұл сабақтың мақсаты тесттермен толықтай танысу және жұмыс істеу принципін білу, қай жерде қолданылуын ұғу. Өздеріңіз көріп отқан тестер құралы, яғни көптеген бірліктерді көріп отырсыздар. Бұл тестердің қолданылуы, яғни тоқ күшін, тоқ кернеуін және де тоқ кедергісін білуге көмектеседі. Тоқ кернеу дегеніміз вольт, тоқ күші ампер, ал тоқтың кедергісі ом болып есептеледі. Ал кеттік. Өздеріңіз көріп отқан екі сымды көріп отырсыз. Біреуі қара, біреуі болса қызыл болып келеді. Яғни қара сымымыз минус тоқ, қызыл сымымыз плюс тоқ. Өздеріңіз көріп отқан төрт орынды көріп отырсыз. Яғни ең біріншісі ол плюс тоқ тұратын жер, екіншісі ком дегеніміз минус тоқ болып есептеледі. Ал ары қарай бірліктер ол мысалы миллиампер өлшеу үшін және 20 ампер өлшеу үшін арналған. Яғни біз тоқтың кернеуін өлшеу үшін ең бірінші оң жағынан санағанда екінші тесікті және бірінші тесік қолданамыз. Осы тұғу арқылы біз көбінесе сол тоқтың кернеуін тексере аламыз. Ал егер де біз тоқтың күшін тексеру үшін біз қызыл сымды не миллиампер және де 20 амперге ауыстыра аламыз. Яғни бізге тоқ күшінің аз түрін өлшейтін болсақ, оған миллиампер қоямыз, ал егер де көп шамада болса, оған 20 амперға сұғамыз. Яғни түсіндіңіздер. Ал ары қарай кететін болсақ, өздеріңіз көріп отқан ең біріншісі ом, яғни тоқтың кедергісі. Тоқтың кедергісі 200 ом және килоом, 20 килоом, 200 кило және мегаом болып ары қарай кетеді. Ал екіншісі көріп отқанымыз біздің тоқтың кернеуі. Яғни өзіңіз отқан түзу сызығымыз ол тоқтың тұрақты түрі болып есептеледі. Тоқтың тұрақты түрімен біз аккумулятор батареяларын және де ұялы телефон зарядтайтын құрылғыларды тексере аламыз. Ал келесі көріп отқандарымыз яғни вольт, тоқ кернеуі, бірақ ирек сызықпен. Ол ирек сызық дегеніміз айнымалы кернеу. Яғни біз оның желідегі тоқтарды тексере аламыз және де айнымалы тоқтарды тексере аламыз. Келесі көріп отқан бірліктеріңіз ол сыйымдылық. Яғни сыйымдылық дегеніміз емкость. Ол көбінесе микросхемаларда қолданылады. Микросхемалардың ішінде кондиционер заттарын тексеру үшін кеңінен қолданылады. Келесі көріп отқандарыңыз ампер, яғни айнымалы ампер. Ол тоқтың күшін айнымалы түрде білуге болады. Келесі көріп отқандарыңыз ампер, тұрақты ампер, тоқ күші. Яғни біз аккумулятор батареясының ішінде қанша энергия қалғанын біле аламыз. Және де аккумулятор батареясының жұмысқа жарамды, жарамсыз екенін білуге болатын бірлік болып келеді. Келесі көріп отқандарыңыз дауыс белгісі. Яғни бұл дауыс белгісімен біз көптеген мысалы сымдардың үзілгенін не үзілмегенін біле аламыз. Омен мысалы тоқтың үзілген жағдайда дауыс белгісі шықпайды. Ал тоқ үзілмеген жағдайда дауыс белгісі шығады. Және де біз омен предохранитель, яғни сақтандырғышты не күйген, немесе оның жұмысқа жарамды, жарамсыздығын осы дауыс белгісімен біле аламыз. Яғни біз сақтандырғышты білу үшін оның екі тал ұшына тигізген жағдайда, дауыс белгісі шыққан жағдайда, яғни ол жұмысқа жарамды. Ал дауыс белгісі шықпаған жағдайда оның іші күйіп, жұмысқа жарамсыз болып қалды деп есептейміз. Ал біз егер вольт тексеретін болсақ, біздің сымдарымыз
осы түрде тұрады. Және де айнымалы тоқта да осы күйде тұрады. Ал егер біз тоқ күшін тексеретін жағдайда өздеріңіз көріп отқан миллиампер, яғни біз тоқ күшін миллиампермен тексереміз. Қызыл сымды миллиамперға сұғамыз. Яғни ол жағдайда миллиамперді тексере аламыз. Ал келесі бірлік бізде ампер. Яғни біз қызылды амперге 20 ампер сұғбасына сұғамыз. Яғни біз оған үлкен тоқтардың күштерін өлшей аламыз. Яғни тұрақты да, айнымалы да екеуінде өлшеуге мүмкіндік береді. Бүгін мен сабағымыз бітті. Көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақта осы бүгінгі көрсеткен заттарымды толықтай қолданылуын көрсетемін. Сау болыңыздар.